Банк қызметкерлерін кепілге алған жігіт 12 жылға дейін сотталуы мүмкін. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдік жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Астанада банк қызметкерлерін кепілге алған жігіт 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Оқыс оқиға кеше болған. 30 жастағы ер адам банктердің бірінің филиалына кіріп, тапаншамен 7 адамды кепілге алған. Келіссөз жүргізілгенмен нәтиже болмады. Кейін арнайы жасақ шабуыл жасап, қылмыскерді ұстап қамауға алды. Адамды кепілге алу бабы бойынша тергеу жүріп жатыр. Оның наркологиялық диспансерде есепте тұрғаны анықталды. Қолданған біздің жаңағы арнайы құралдар, ол ешқандай қауіпі жоқ, ол тек қана осындай мына дауыспен беріп, жаңағы мына қылмыскердің жаңағы көңілін аудару үшін жасалған. Сон 12 секундтың ішінде осы бүкіл операция бітті.